Бүгін қыздар біз күнделікті тұтынып жүрген кола жайлы ішіп жүрген, бәріміз осы коланы ішіп жүрміз ғой, иә? Сол кола жайлы зерттеу жұмысын жасаймыз. Жарай ма? Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Қыздар, мына тиынның түсі қандай? Қап-қара. Қап-қара. Осыны Нұржайна, сен мына ыдысқа сала қойшы кән. Салып, сала қой. Ал енді осының үстіне біз коланы құйып, бір күнге бетін жауып қоямыз. Қараңдаршы, мынау не? Жұмыртқа. Бұл жұмыртқаның қабығы. Әрине, біздің тісіміз қандай? Аппақ, әдемі. Бұл жұмыртқаның құрамында кальций көп. Ал біздің тісімізге де сондай кальций керек. Ал бұны қазір ыдысқа салып, үстіне кола құйып, біз бақылаймыз. Бір күнге балалар, қыздар, қараңдаршы, мынау не? Чипси. Бұл бізге пайдалы ма? Жоқ. Жоқ, жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Бұл бізге зиян. Оны көру үшін, байқау үшін біз қазір параққа саламыз, үстін жабамыз, бүктейміз, басамыз. Параққа қараңдаршы. Парағымыз не болып қалды? Жаман. Май болып қалды, е? Май болып қалды. Бұның ішіне өте химиялық заттар көп екен. Біздің асқазанымызға, денсаулығымызға өте зиян екен. Бұлар стаканда, қыздар, не бар? Су. Судың дәмін көреміз ба? Иә. Көріңдерші, судың дәмі қандай? Дәмі? Күшті. Әдемі. Ал енді осыған біреусіне Саламыз. үгіткен чипсимізді саламыз ба? Дәмін көрші, қандай екен? Жаман. Дәмі жаман екен, а? Ал Айша, сен де көрші. Жаман. Дәмі жаман. Бүгін Күшті. чипсиді жеуге бола ма екен? Болмайды. Зиян. Денсаулығымызға. Кеше сағандан қара бар, анаған сағанда ақ болған. Бүгін алғанымызда тиынымыз ағарды, е? Қарашы, біз кеше бақылауға колаға жұмыртқаны салғанда, жұмыртқаның түсі қандай еді? Ақ болды. Ал енді қарашы, түсі қандай болып кеткен? Қап-қара. Қап-қара болып кеткен. Бізге кола ішкен пайдалы ма? Жоқ. Денсаулығымызға зиян. Су жеп, ана ет жеуге болады. Жарайсың, тамаша. Сүт жеуге болады. Таза су ішу керек. Жарайсыңдар, тамаша.